Дітей виховували не для російських в'язниць. Матері політв'язнів та кримсько-татарські активістки з Бахчисарая висловили незгоду з репресіями окупантів. У відеозверненні заявили, що кримсько-татарські жінки завжди боролися з беззаконням, а в часи вигнання з рідної землі виховували дітей в надії повернутися до Криму. Тепер, кажуть, на них влаштовують облави та переслідування і огульно таврують терористами. Сүргінлікте біздің биталарымыз, қартаналарымыз, бұйканаларымыз, катавы тапталар, общеве апелер өзлерінің evlatlarına, dinге, ветанға, тілге sevgi aşlağanlar. Vaqtlары olғанда Қырым үшін, Қырымға қайтмақ үшін күреш еткен. Біз балаларымызны рус zulümlük зынданларында отырмаға остырмедік. Біз ece күндіз бақып балаларымызны, оларға ана баба sevgisini ашлап, оларны хата қазалардан, қасталықлардан қорчалап, севіп остырдық біз оларны. Нючін бүгін біз оларны бақытлы олғанларны көрамайық? Нючін бүгін кене бұл әдәлетсізліклеріні көреміз? Біз бұл шилерге іч разы дігілміз.